Сауран аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен білім бәйгесі атты облыстық интеллектуалды сайыс өтті. Оған өңірден 22 команда қатысып, өз білімдерін сынға салды. Шараның басты мақсаты жастардың зияткерлік қабілетін арттырып, ой өрісін кеңейту. Осы алаңда жиналған енді облыс деңгейіндегі білімді де дарынды азамат-азаматшылар қатысып жатыр деп ойлаймын. Басты бұл жерде енді жеңу емес, бұл жерде біліммен, оймен жаңа бөлісіп, бір-біріңіздермен танысып, осындай жақсы қарым-қатынас жалғасын табады деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта да бұндай іс-шарада бізде кезекті бола береді, жалғасын табады. Білім бәйгесі интеллектуалды сайысы ерекше тартысты әрі әсерлі өтті. Биылғы сайыстың басты ерекшелігі жас шектеуінің болмауы. Білім мен ой қабілеті сарапқа салған додаға түрлі сала өкілдерімен бірге Сауран ауданы әкімдігі аппаратының қызметкерлері де қатысып, өз білім деңгейлерін сынға салды. Қатысушылардың айтуынша, бұл байқаудың мақсаты жүлде немесе бақталастық емес. Керісінше бұрынғы білім мен тәжірибені еске түсіріп, интеллектуалды қабілетті арттыру. Жүйке жолдары жұмыс жасау арқылы біраз нәрсені еске түсіресіз. Кейде дұрыс болмай қалып жатады, кейіннен мынандай еді ғой деп, кейде бір екі нұсқа болып тұрады. Соның біреусін таңдасаң, екінші дұрыс болып. Енді өте тартысты, қызықты болып жатыр. Сауран ауданы, мынау біздің идеология тарапы, жастар ішкі саясаты ұйымдастырып отырған бүгінгі іс-шара өте тамаша. Тартысты өтуде. Осындай сайыстар, осындай жобалар көптеп болса, мен ойлаймын, біздің ауданның ғана емес, облыстың ғана емес, біздің республика деңгейінде жастардың дамуына тікелей жол ашатын бірден бір бағыт деп ойлаушы едім. Өйткені шынында мына жерде мен өзім де қазір жақсы бір серпініс болып, кішкене қозғалыс болып, тамаша бір күйде тұрмын. Негізі бұл жайында жаңағы жюрилерді анықтаған кезде мен өзім жюриліктен бас тарттым. О жерде қызық дүние. Мен өзім бірінші ұсыныс айттым. Өзіміз бір команда болып, мен жастардан құрап, өзім қатысам. Маған ешқандай неғылмаңыздар. Өйткені бұл нәрсе адам өмірінде негізі тәжірибеге керек дүниелер. Мысалы, қызықты сұрақтар қойып отыр ғой. Басын мұздай суға шомылатын кім еді деген сияқты, шоколад мысалы қай жақтан. Мен сол Ирландияның жаңағы сүтті шоколад шығаратын студент жылдары оқу арқылы білген едім. Сол жауаптың нұсқасын белгіледім. Әрине қасымда жастар да бар ғой. Бірақ айналып келгенде бәрібір бұрынғы жас кезде алған білім бәрібір жатталып қалады екен. Сондықтан мен жастарға айтар едім, не қылсаң да, не істесең де, жақсылыққа бейім болып, жас күніңде оқу, білім ал, сол тасқа таңба, тайға таңба салғандай, тасқа таспа қып жазғандай қылып, сол нәрсе сақталып қалады. Өте тартысты, өте қызықты. Рахмет. Сонымен қатар сайысқа аудан мектептерінің оқушылары да белсене қатысты. Олар өз білімдерін сынға салып, ересектермен қатар тең дәрежеде ой жарыстырды. Мектеп оқушылары білім бәйгесіне жалғыз жасөспірімдерден құралған команда ретінде қатысып, өздерінің ұшқыр ойы мен жылдам логикасын көрсете білді. Жас қатысушылар үшін бұл үлкен тәжірибемен шабыт сыйлаған маңызды мүмкіндік болды. Осындай деңгейдегі білім сайысына қатысу оларды одан әрі ізденуге, білімге деген қызығушылықтарын арттыруға жігерлендірді. Мен Югнаки мектебінің оқушысы боламын. Негізі осы сайыс өте жақсы болды. Бұл сайысқа әр жерден келген үлкен кісілер, оқушылар, әртүрлі кісілер келді. Жалпы сайыс өте мықты дәрежеде өтті. Білім жасқа қарамайды дейді ғой. Қанша жаста болса да, білім деңгейі жоғары болса, бұл сайысқа қатысу жақсы шешім деп ойлаймын. 10-11 сынып оқушылары. Жалпы бізде мектеп программасынан сұрақтар азын-аулақ келді, бірақ одан мектептен тыс көптеген сұрақтар келді, бірақ осы
өмір сүріп жатқан салт дәстүр туралы сұрақтар келді. Оның барлығы бізге таныс, бірақ арасында таныс емес сұрақтар да болды. Сауран ауданының жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен интеллектуалды ойында Сайрам ауданынан келген эрудит командасы да белсенділік танытты. Бұл команда жастар арасында өткізіліп жүрген түрлі зияткерлік ойындардың тұрақты қатысушылары. Қатысушылардың айтуынша мұндай кездесулер тәжірибе алмасуға және достық байланысты нығайтуға мүмкіндік береді. Алдағы уақытта Сайрам ауданында да осындай білім сайысын ұйымдастырып, өзге аудандардың жастарын шақыру жоспарда бар. Облыстық деңгейде өткен бұл дода жастардың білімге, ізденіске деген қызығушылығын арттырды. Баршаңызға сәттілік, сайыс нәтижелері біз үшін оңынан болады деп ойлаймыз. Сайыстың шарты бойынша әрбір командада 4 адамнан екен. Біз бүгінгі таңда енді бізде толыққанды команда бар. Команданың жарты құрамын ғана ережеге сай осы сайысқа алып келіп отырмыз. Мүмкін толық болып команда болып келгенде сайыс нәтижелеріне басқаша әсер етер ме еді. Бүгін бар күшіміз салдық. Енді сайыс нәтижесін күтіп отырмыз қазір. Әр кезеңде нәтижелер айтылып жатыр. Негізінен алып қарағанда бұл жерде адамның жасына емес, қызығушылығына, ізденісіне қарай болып келеді. Өйткені әрбір адамның белгілі бір салада қызығушылығы болады, немесе бір адам бірнеше саланы өзі игеруі мүмкін, сол туралы ақпараттар жинауы мүмкін. Яғни бұл жерде жас шектеу жоқтығы да ешқандай жарыс нәтижесіне әсер етпейді. Себебі шын білімді, логикасы мықты, интеллекті дамыған жандар сайыста кез келген жағынан өзінің оң қырынан көрсетеді деген ойдамын. Ойын тартысты өтті. Қатысушылардың айтуынша кейбір заманауи сұрақтар біраз ойландырғанымен бұл тәжірибе келешекте дайындықты күшейту керектігін көрсетті. Дегенмен білімге құштар жастар өз бақтарын сынап, мүмкіндіктерін тексеріп көрді. Олар жүлдеден үмітті екендерін де жасырмады. Командамыздың аты Зият болады. Бізге қиын болған сұрақтар өнер саласына қиын болды. Өйткені біз ойлағанбыз тарихи сұрақтар көбірек болатын шығар деп, бірақ заманауи сұрақтар өте көп болды. Сондықтан дайындық көбірек керек екен. Біз танымайтын тұлғалар, егерде қазақ кейіпкерлерінен келетін болсақ, жоқ болған жоқ, қайраткерлерінен келетін болса, ал мынау негізі барлығы біледі, бірақ шатастық шыны керек. Мысалға Мэрилин Монроны біз біліп тұрып, Одри Хепбернді белгілеп қойдық та. Мэрилин Монро екен біліп тұрдық. Одан кейін мысалға кімді? Бетховен, одан кейін жаңа бірнеше рет марапат алған Майкл Джексон, оларды біз білдік. Олар қиындық тудырған жоқ. Жалпы мынау логикалық сұрақтар шатастырды. Содан шатасқан жеріміз бар. Одан кейін өнер саласынан жетілдіру керек екен. Біз сол бұрынғы немен 80-90 жылғы өзіміздің бала кезіміздегі сол неме қалып қалған екен. Біз ары қарай жетілдіру керек. Интеллектуалды ойынды өте жақсы көремін. Мен өзіміздің мектепте, аудан көлемінде мектепте ұйымдастырып жүрміз. Енді қазір сондай ұсыныс айтып жатырмыз бір-бірімізге. Аудан көлемінде мұғалімдер арасында өткізсек деген сондай ұсыныс айтып жатырмыз. Орындалса игі болатын еді, себебі бұл біздің зиятымызды өте керемет дамытады екен. Және біз сол атымызды, команданың атында Зият деп қойған себебіміз сол еді. Бұл додада өнер саласының өкілдері, мәдениет үйінің қызметкерлері де өз бақтарын сынады. Интеллектуалды ойын барысында олар ерекше белсенділік танытып, білмеген сұрақтарына жауап алды. Әсіресе өнер мен мәдениетке қатысты сұрақтарда өздерінің тәжірибесі мен білімінің арқасында жоғары нәтиже көрсетті. Сондықтан бұл бөлім олар үшін салыстырмалы түрде жеңілдеу болғанын да жасырмады. Бізге арнайы шақырту түскен, сол өтініш арқылы, сонымен кетті. Логикалық кезеңдер және танымал тұлғалар жағынан әлемдік сұрақтар болды ғой. Сол кезде сәл қиналдық енді. Екінші кезеңде өнер жайлы болды ғой. Сол кезде өзіміздің сала болғаннан кейін сәл оңайырақ болды. Күйден, әндерден үзінді қойылған кезде. Сол кезде сол кезең жеңіл болды жалпы. Шара енді жылда дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатқан шара ғой. Жалпы мен де өзім 2 кезеңіне қатыстым бұл байқау жылда. Әйгерім Ералықызына үлкен рахмет, алғысымызды білдіреміз. Өте іскер маман. Қызметіне табыс тілейміз. Жақсы, жоғары деңгейде өтті.
Бұл сайыс аудан құрылған күннен бастап өз жалғасын тауып келе жатқан дәстүрлі шаралардың бірі. Бұрын тек аудандық деңгейде ұйымдастырылып келген болса, қазір 2 жыл қатарынан облыстық деңгейде өткізіліп отыр. Бұл өз кезегінде жастар арасындағы зияткерлік бәсекенің ауқымын кеңейтіп, қатысушыларға үлкен мүмкіндік беруде. Сайыстың мақсаты жастардың білімге деген қызығушылығын арттыру, ой өрісін кеңейтіп, ізденіс пен талпынысқа жетелеу. Мұнда түрлі тақырыптар қамтылған, тіпті кейде ойға келмейтін ерекше мазмұндағы сұрақтар да кездеседі. Әрине, ондай сәттерде қатысушылар ізденіп, жаңа мәліметтерге қанығып, өз білімін толықтыруға мүмкіндік алады. Осындай сайыстар тек бәсекеге емес, сонымен бірге тәжірибе алмасу мен жаңа идеялардың тоғысар алаңы. Барлық республика деңгейінде, облыс деңгейінде, басқа да аудандарда өтіп отқан осындай интеллектуалды сайыстарға Сауран ауданының жастары соларға барып қатысып, тәжірибе алмасып келеді. Бүгінгі таңда да мысалға Кентау, Түркістан, Сайрам аудан қалалардан жастар келіп қатысып отыр. Бұл әрине біріншіден достықты нығайтады, екіншіден тәжірибе алмасу мәселесін қарастырады. Енді біз мектепте немесе жоғары оқу орнында оқыған болуымыз мүмкін. Дегенмен де ол күнделікті бізде өмірде пайдаланбағаннан кейін ұмытып қалған нәрселер болуы мүмкін. Осы ұмытылған нәрселерді бүгін біз қайтадан көріп отырмыз. Және тарихи сөздерді біз қайтадан, сол тарихи терминдерді біз осы сайыста көріп отырмыз. Өткен жылы бұл зияткерлік сайысқа 34 команда қатысқан болатын. Биыл олардың саны 22-ге жеткен. Командалар білім мен тапқырлықтарын барынша көрсете білді. Жалпы ұпай қорытындысы бойынша ең жоғарғы 27 ұпай жинаған Дарын командасы бүгінгі ойынның жеңімпазы атанды. Сайыс барысында қатысушылар логикалық ойлау, жылдам жауап беру және командалық бірліктің маңызын тағы бір сезінді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жобалар жастардың білімге деген қызығушылығын арттырып, өз-өзін дамытуға жол ашады. Жеңімпаздарға арнайы дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етіліп, барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Бұл енді облыстық деңгейде ұйымдастырылғаннан кейін интеллектуалды ортаны қалыптастыру мақсатында 14 жастан жоғары барша қатысушыларымыз жас ерекшелігіне шектеу қоймадық. Себебі білімде ешқандай талас жоқ дегендей, нағыз білімділердің додасы болсын деп, сондай мақсатта жас шектеуін қоймай 14 жастан бастап алды. Бүгінгі жарысқа барлық сала белсенді түрде қатысты. Оның ішінде білім саласы, біздің тіпті ауданымыздағы маслихаттан да қатысып жатыр. Дербес бөлімдерімізден командалар кеп қатысты. Оның ішінде полициядан, жол қызмет бөлімдерінен биылғы жылға қатысуға үміт білдіргені бізді қуантады. Өнер саласы, мәдениет саласы, білім саласы, спорттан келді, тіл мамандары келді. Барлық саланы толық бүгінгі шара қамтыды деп айта аламыз. Бүгін кіл жүйріктер бас қосқандықтан ба бүгінгі ойын өте тартысты өтті. Соңында түсінбестік болған жағдайлар орын алып жатса, апелляцияға берген командаларға толықтай барлығын дәлелді түрде жауабын алды деп ойлаймыз. Себебі бұл облыстық шара болғандықтан келген командаларға деген ұйымдастырушылар тарапынан құрмет ретінде барлық сұрақтарына толық жауап бердік. Жеңімпаз атанған командалар өздерінің дайындық деңгейіне сенімді болғандарын және ойын барысында аса қиындық туындамағанын атап өтті. Олар ұйымдастырушыларға алғыстарын білдіріп, сайыстың жоғары деңгейде өткенін айтты. Әсіресе өнер саласына қатысты сұрақтар сәл күрделірек болды, ал қалған сұрақтар күнделікті өмірде және сабақ барысында кездесіп жүрген тақырыптармен үндес келді. Білім мен ізденісті дәріптеген бұл сайыс қатысушыларға ерекше әсер мен жаңа тәжірибе сыйлады. Бізде жылдардан қателестік біз. Жылдардан қателестік, 2 вариант болып тұрды, сол жылдардан қателескеніміз бар. Тарзаман киносы туралы бізде беретін болсақ, жаңағы бұл бірінші бізде қазір 2024 жыл деп біз қате бердік. Өйткені ол кино бірінші ерте шыққан заман болды, кейін өңделді ғой. Біз енді өңделген киносын 2024-тен бастап көре бастадық. Біз сол үшін сол сұрақтан қатты қателестік. Бұл білім додасы жастардың логикалық ойлау қабілетін арттырып, өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік берді. Осындай жобалар арқылы білімге құштар жас ұрпақтың қалыптасуына зор үлес қосылуда.